Жақсы, енді сабағымызды бастамастан бұрын жағында қорытып өзі бір-бірімізге биопоэма арқылы тілек айтайық. Жақсы, бірінші гүлшат бастай ғой. Ахмет мысалы бұл сабақта сәттілігіміз және жоғары баға алуына тиіс. Марина, Ниса бүгінгі сабақта сәттілігіміз сағанда бүгін жақсы баға алуына Енді сәттілік осы ашық сабақта сәтті өткізбей және жоғары баға алуына тілектеспін. Бүгінгі өткізіп жатқан ашық сабағында Тез-тез айтыңыз, тез-тез. Бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. Бизат саған күнделікті түрде өте мықты түрде тілектесіп. Бизат Әмірхан айтасың. Әмірхан, сенің бүгінгі күнің жақсы өтуіне тілектесіп. Құдай саған сәттілік тілеймін. Сауыққа белсенді қатысуыңыз. Ақлет болжақтарын керек айтасыз. Сайра бүгінгі күнге сәттілік, сауыққа белсенді берсін. Меке? Жарай. Сандуғаш бүгінгі сәтті. Жақсы, әсел әнді гүлшат қайта ғой. Гүлшат бүгінгі сабақта өз білімді жақсы білімді көрсетуге Жақсы, бүгінгі сіздерге сәттілік тілеймін, жақсы көңіл-күй тілеймін. Жақсы, отырайық. Енді сабағымыз бастамастан бұрын өткенге шолу жасайық. Ауадан қағып алу әдісі арқылы біздер алдында ақпарат туралы жалпы мағлұматтар алдық. Ақпарат дегеніміз не, ақпарат нешеге бөлінеді, біз ақпаратты қоғамнан қалай қабылдаймыз деген сияқты да. Сондай сұрақтар өтті. Енді сіздерге сұрақ, ақпарат дегеніміз не? Қазір мен мына допты лақтырам, сол адам жауап бересіздер. Ақпарат дегеніміз не әсері? Ақпарат терімі жалпы күнделікті өмірден бастап техникалық салаларда қолданылатын көп мағыналы ұғым болып табылады. Ол көру, білу, суреттеу, сипаттау, яғни бұл ақпаратты біз күнделікті өмірде әртүрлі нәрседен алып отырамыз. Өте жарайсың. Қол шапалақтай. Жақсы, жарайсың. Бүгін айтпақшы бағалауымыз бағдаршама арқылы бағалаймыз. Бұл жерде жасыл 5, сары 4, қызыл 3-пен бағаланады. Жақсы, келесі сұрақ. Ақпаратты қалай тасымалдауға болады? Әмірхан. Тез-тез жауап береміз, тез. Ақпаратты қалай тасымалдауға болады? Ақпаратты флешка арқылы. Сосын тағы қандай ақпарат тасымалдаушы құрылғылар бар? Жақсы, флешка арқылы тасымалдауға сосын? WhatsApp желісі. Жақсы. Жарайды. Ары қарай ақпаратты қандай құрылғылар арқылы тасымалдауға? Бекзат айтшы. Диск арқылы, флешка арқылы. Диск, флешка арқылы сосын? Электронды почта арқылы да. Электронды почта жарайсыз. Және де қазіргі бізде әлеуметтік желілер бар, ақпараттық арқылы. WhatsApp желісі арқылы да тасымалдауға болады. Жақсы, маған допты қайтып бер. Ары қарай. Келесі сұрақ. Біздің өмірімізде ақпаратты қайдан алуға болады, Айшат? Ақпаратты қайдан алуға? Біздің өмірімізде ақпаратты қоршаған ортадан есту, көру, сезу, дәм сезу сияқты ақпаратты қабылдауға болады. Яғни бұл есту, көру, сезу, дәм сезу дегеніміз бұл біздің сезім мүшелері арқылы қабылдауымыз ақпаратты да. Жақсы, жарайсыздар. Жауапқа қол соғып отырайық. Жақсы. Енді сонымен ақпарат дегеніміз не болды? Қорытындылап кетейік. Өткен сабақты түсіндіру, баяндау арқылы берілетін ақпаратты.
Жақсы, ақпарат біз қайдан қабылдадық? Күнделікті өмірден да, мысалы теледидардан, қазір мысалы интернетте, компьютерден біздер ақпаратты алып отырмыз. Жақсы. Енді жаңа сабағымызды бастамастан бұрын сіздерге сұрақ. Мәліметтер қоры деген не? Мәліметтер қоры деген естідіңіздер ме? Не зат ол мәліметтер қоры? Айтшы. Мәліметтер қоры әрбір мекеменің өзінің мәліметтер қоры болады. Мекеменің жақсы, иә. Мысалы, сіздердің мысалға өздеріңіздің мәліметтер базыңыз бар ма? Мәліметтер қорыңыз, иә. Біздің группаның өзінің мәліметтер қоры бар. Ол старшыда және кураторымызда болады. Ол жерде студенттің аты жөні, номері барлығы жазылады. Жақсы, жарайды. Өмірлеріңізде қандай деректер базасын кездестірдіңіздер? Басқа тағы да неден басқа? Егов, жақсы нәрсе айтшы. Тұрып айта ғой. Иә. Өмірімізде Егов сондай кездестірдіңіз, да? Жақсы. Өзіңіздің жақсы, сіздерге сұрақ, өзіңіздің тобыңыздың деректер базасы бар ма? Иә. Қайда сақталған ол? Едусда сақталған, жақсы. Сосын өздеріңіздің кураторларыңызда сақталып тұрады, топтың тізімі, жаңа бұршат айтып кетті, аты жөніңіз, туған күніңіз, жылыңыз, жыл сайындеріңіз және мекен жайларыңыз жазылып тұрады. Жақсы. Тағы да деректер базасы сіздерде осы колледжде НОБД-да сақталады. НОБД-да осы колледжде оқитын барлық студенттердің данные тұрады. Ол жерде оның мекен жайы, мысалы хронический ауру болса, дәл солардың барлығы жазылып тұрады сол НОБД-да. Енді ол жерде сіздердің барлық деректер базаңыз сақталады. Енді бүгінгі тақырыбымыз осы деректер базасына мәліметтер қоры туралы түсінік. Яғни мәліметтер қоры дегеніміз бұл деректер базасы. Ғана біз айтып кеттік қой, деректер базаңыз жаңа өзіңіздің тобыңыздың деректер базасы бар, НОБД-да бар, ЕДОС-та бар, ЕГОВ-та бар деген сияқты да. Дәл осы туралы бүгінгі сабағымыз. Енді сіздерге деректер базасы дегеніміз не? Деректер базасы үлкен көлемді мәліметтерді сақтау, өңдеу және іздеу үшін арналған арнайы программаларды айтады. Мысалға, деректер базасына арналған арнайы программаларға Microsoft Office-ның ішіндегі ең жеңіл программа Access программасы айтылады. Я болмаса Big Data деген бар да, Big Data деп айтылады. Ары қарай, енді қандай да бір тасушыда, мысалға, қағазда болсын, кинотаспада, магниттік дискіде болсын, сақталған арнайы ұйымдастырылған деректер жиынтығын деректер базасы деп түсінуге болады. Мысалға, сіздерде флешкаде жаңа ақпаратты тасымалдаймыз деп, ол флешкаде тасымалдаймыз, дискіде тасымалдаймыз, болмаса электрондық поштада тасымалдаймыз ақпаратты. Бұл жерде, яғни сіздердің өздеріңіздің деректер базаңыз сақталып тұрады. Мысалға, флешкада өзіңізге керекті заттарыңыз тұрады ғой. Мысалға, сіз студентсіз, сіздің бүгінгі расписаниеңіз тұруы мүмкін да, флешкада. Сосын бүгінгі өтетін сабақтарыңыздың жаңағы өтетін тапсырмалары тұруы мүмкін, флешкада сақтап келуіңіз мүмкін да. Ол сіздердің деректер базаңыз сақталады, құрылғылар арқылы сақталады. Жақсы, енді деректер базасы 3 топқа бөлінеді. Бұл яғни бірінші белгі бойынша, екінші белгісі бойынша және үшінші белгісі бойынша. Енді осы деректер базасының бірінші белгісіне тоқталып өтейік. Бірінші белгісі бұл яғни сақталған информацияның сипатына қарай деректер базасы фактографиялық және құжаттық болып бөлінеді. Фактографиялық, мысалы, суретте не көріп отырсыздар? Суретте не көріп отырсыздар? Телефонный справочник, да? Ол енді телефон анықтамасы деген бұрынырақта болды, үйде деген қазір домашний телефон болды ғой, сол кезде қолданатын еді. Мысалға, өзімізге керекті адамның телефон нөмірін таба алмай жатсақ, осы телефонный справочниктен табатын еді. Мысалы, қазір сіздердің смартфондарыңызда контакт бар ғой, әрқайсысының контакт. Дәл сондай сияқты бұл телефонный справочникте солай сақталып тұрады. Содан кейін книга по базам данных дейді. Мысалға, сіздер кітапханаға бардыңыз да? Кітапханаға бардыңыз ба? Барасыздар да? Кітапханаға бергенде мынандай сіздерге картотека береді да? Ол картотекада не жазылады? Сіздің
қандай кітап алдыңыз, қандай кітапты қай күні алдыңыз, қай күні тапсырдыңыз да сол данныйыңыз тұрады. Болады сіздің база данныйыңызда. Мысалға, рецепттер, кулинарный, мысалға, асманайдегі рецепттерді де алуға болады. Ары қарай, жаңа фотографиялық деректерге тоқталып кетейік. Фотографиялық деректер базасы, яғни қатаң анықталған пішімде ұсынылған, жазылған объектілер туралы қысқаша мәліметтерден тұрады. Мысалға, мына жерде жаңа айтып кеткен картотекаларды айтуға болады. Ал құжаттық деректер базасы, бұлар әртүрлі типте болады. Мысалға, мәтіндік болуы мүмкін, дыбыстық болуы мүмкін, графикалық болуы мүмкін, я болмаса мультимедиалық кең көлемдегі мәліметтерден тұрады. Мысалға айта кететін болсақ, архив. Архивті білеміз бе? Қазір архив қай жерлерде болады? Архив үлкен мекемелерде болады да, мысалы мектептерде болады, колледждерде болады да, әр мекемеде. Архив не үшін қолданады? Ақпарат сақтау. Иә, ақпараттарды сақтау үшін дұрыс айтасыз. Енді осы деректер базасының екінші белгісі бойынша. Енді екінші белгісі ол информацияларды сақтау әдісі бойынша деректер базасы. Яғни бұл орталықтандырылған және бөліктелінген болып, екіге бөлінген орталықтандырылған және бөліктелінген. Енді орталықтандырылған деректер базасында бұл жерде барлық мәліметтер бір компьютерде сақталады. Ал енді бөліктелінген деректер базасы бұл компьютердің жергілікті және ауқымды желілерінде қолданылады. Және информацияның әртүрлі бөліктері бөлек компьютерлерде сақталуы мүмкін. Мысалға, желі арқылы сақталады. Қандай нелерді білесіздер базадан? Сайт арқылы, мысалға, Google дискіде айтуға болады, тағы нені айтуға болады. Мысалға, GoBD ол белгілі бір сайт арқылы, интернет желі арқылы жұмыс жасап тұрды. Ербовта да дәл сондайды. Бұлар яғни деректер базасының екінші белгісіндегі бөліктенген деректерге жатады екен. Енді үшінші белгісі бұл ақпаратты ұйымдастыру құрылымы бойынша болып келеді. Бұл яғни деректер базасы реляциялық, иерархиялық және желілік болып бөлінеді екен. Енді реляциялық деректер базасына тоқталып өтейік. Реляциялық, яғни оның өзінің құрамды бөліктерінің өзара байланыстан құрастырылған деректер базасын айтады. Яғни бұл деректер базасында қатарлар, жазбалар деп алдағаналар бөліктерге айтылады. Мысалға, баға ұяшықты білеміз ғой да? Неде өттік баға ұяшықты? Экселде өттік та? Яғни, жолмен бағаның қиылысында орналасқан, нені айтамыз? Ұяшықты айтамыз. Жақсы. Енді жақсы бұларды өтіп кетейік. Енді сіздерге бүгінгі тақырып осы. Деректер базасы туралы мәліметтер алдыңыз. Деректер базасын үшке бөлінетін жаңа үшке бөлінетін қандай белгілер бойынша? Бірінші белгілер бойынша. Жақсы, енді сіздерге осы бүгінгі өткен тақырып бойынша тапсырма Клипити платформасында сіздерге тапсырма дайындап келдім. Тақтаға екі студент шыға қойыңыз. Шығады. Ұлай келе ғой, мына жақтан Нұрболат келе ғой. Мына жерде сіздерге адасқан сөздер берілген. Бірінші тапсырмаңызда. Адасқан сөздер берілген. Осы адасқан сөздерді бірінің орнына қоясыздар. Бұл жерде ненің анықтамасын табу керек? Кесте сөзінің анықтамасын табуымыз керек. Кішкене қойсаңыз жауап бұл жерде былай жылжымайды қойса. Бірінші ұлдай орындай ғой. Сіздер орындарыңызда орындасаңыз бар, кім бірінші табады, соған бағалаймын. Орындарыңызда орындаймыз. Кесте, жақсы. Деректерді. Сен тауып тұрдың, Нұрболат өзің енді. Деректерді жылдармен бағандар қиылысында ал орналастыру арқылы ұсынудың тәсілі. Жақсы. Келісесіздер ме? Кесте деректерді жолдар мен бағандар қиылысында орналастыру арқылы ұсынудың тәсілі. Дұрыс па? Жақсы, қол шапалақтайық.
Ары қарай, Нұрболат. Сіз келе ойыңыз. Кесте, иә. Қандай болады? Ары қарай. Иә, көмектесейікші. Жол, сосын мен, бағандар, қиылысып, ұяшық құрайды. Жарайсыз. Отырамыз. Ары қарай, келесі тапсырма. Сіздерді практикалық тапсырма, компьютерде орындаймыз. Access программасын іске қосайық. Сіздерге жалғасын тап әдісі арқылы жеке жұмыс дайындап келдім. Бұл жерде әр студент компьютерге берілген мәліметті егізіп жылдам тапсырма жауабын табасыздар. Енді бұл жерде сіздерге тапсырма Азияда қорытындысы деректер базасын құрасыздар. Мынандай өрістерден тұрады ол. Азияда қорытындысы бойынша Қазақстан жалпы командалық есепте 25 алтын, 19 күміс және 15 қола медаль иеленіп бірінші орынға ие болды. Ал екінші орынға 11 алтын, 15 күміс, 12 қола медальдармен Жапония, ал үшінші орынға 15 алтын, 10 күміс, 10 қола медаль алған Оңтүстік Корея болды. Төртінші орынды 10 алтын, 12 күміспен 10 қола алған Қытай иеленді. Енді өздеріңіз, бұл жерде кесте түрінде беріп тұрған жоқ деректер базасы, бұл деректер базасын өздеріңіз құрасыздар. Деректер базасының аты Азияда қорытындысы. Тезірек бастаймыз. Акциясы іске қосамыз. Акциясы білеміз қалай іске қосатынын? Пусть все программы Microsoft Multimedia Access. Жарайсыз орындарды. Мынаны ретірекіне қоятын сол бірінші орын Қазақстан деген сияқты. Жақсы. Оны сәтері құрса жасауға болады. Дұрыс жарайсыздар. Екеуіңіз бірігіп жасадыңыз. Орындардың болдыңыз ба? Иә, орындарын неге жазбадыңыз? Сәл әлі болмадың. Жақсы, болды, тоқтатайық тапсырмаларды. Кім болды, болған жеріңізден тоқтай қойыңыздар. Толық аяқталмағандарға 3, жартылай аяқталып бітеуге жақындағандарға 4, полный аяқтағандарға 5. Жақсы. Мына жақта кімдер болды? Жарлығын болдыңыз, жарайсыздар. Жақсы, жарайсыздар. Жақсы, енді келесі тапсырмаға өтейік. Келесі тапсырма енді бұл жерде артығын таптық. Бұл жерде сіздер жалпылама мысал ретінде беріп отырмын. Сіздер өзіңіздің тобыңыздың деректер базасын құрасыздар. Мысалға, студенттің аты жөні дейсіздер, туған жылы, жасын жазасыздар, сосын тобыңыз жазасыздар. Түсінікті ма? Тобыңыз 3 ББ, 21 ББ дейді. Бұл жерде компьютерге берген мәліметтерді енгізіп, яғни бұл жерде сұрыптап сүзгілейсіздер. Сұрыптау дегеніміз сортировка ғой. Адам бастан яға дейін әріптер бойынша сұрыптауға болады, болмаса сандар бойынша сұрыптауға болады. Ал бастаймыз. Екінші тапсырмамыз. Бастаймыз. Кім түсінбей жатыр? Барлығы жазбайсыз, тек 5 аты жөнін жазсаңыз болады. Бәрі жазсаңыз уақыт кетіп қалады.
маңызды не жазсаңыз тек былай приблизительно жазып қоя беріңіз. Чистый орындап қоятын нәрсе болады. Содан деректер базасы неге ұқсас келген? Терезесі. Экселге ұқсастығы бар ма? Бар. Неден айырмашылық бар? Бағандар саны мен ұяшықтар санында айырмашылық бар. Тағы нелерде бар? Болыңыздар. Жарайсыз. Мына жақта Абдурахим мен кім болды? Болыңыздар ма? Кім болды? Кім болды? Жақсы, тоқтатайық болды. Тоқтатамыз. Жақсы, тоқтатамыз. Болды. Сіздерді бағалау өзіңді. Мына жақта кімдер болды? Тоқтарыңдар. Бірге. Жақсы. Енді бүгінгі деректер базасы деп жатырмыз ғой, жаңа акцестер жұмыс жасалатсыздар. Не түсіндіңіздер бүгінгі? Не істеуге болады бүгін акцесс программасында? Сортировка жасауға болады. Сосын. Болды тоқтатамыз. Жақсы. Енді бүгінгі жаңа сабағымызды бекітейік. Сіздерге мынандай конвертте сұрақ дайындап келдім. Бүгінгі сабаққа қатыспай отырған студенттерге беремін. Солар жауап бересіздер, конверттегі сұрақ. Ақсүйекті қатыспады. Айдана. Мансая. Егзар. Жақта Сағиға қатысты. Шопанова қатысты. Конвертте сұрақтарыңызды оқыңыз. Кімдай дайын болсаң қол көтеріңіз. Деректер базасы дегеніміз не? Ал жауап қоялы. Деректер базасы дегеніміз үлкен көлемдегі мәліметтерді сақтауға өңдеуге іздеуге арналған арнайы программа келеді. Арнайы программа болып келеді. Мысалы, сен бүгін деректер базасымен жұмыс жасадың, қандай программамен жұмыс жасадың? Акцеспен жұмыс жасадың. Жақсы, келесі деректер базасы қандай да бір ақпарат тасымалдаушыда сақтауға бола ма? Кімге? Ал деректер базасын қандай да бір ақпарат тасымалдаушыда сақтауға бола ма? Болады. Қандай ақпарат тасымалдаушыда? Флешка, диска және электронды почтада сақтауға. Электронды почтада, қатқыл дискте, қандай ақпарат тасымалдаушы құрылғылар бар, соларда сақтауға болады екен. Жақсы. Үшінші, деректер базасы жіктелу бойынша неше бөлінеді? Кімде ол? Сағира. Бірінші белгісі, екінші белгісі, үшінші белгісі болып тоқталды. Үшке бөлінеді екен. Жарайсың, жақсы отыра ғой. Бірінші белгісін кім айтады? Деректер базасының бірінші белгісі кімде? Деректер базасының бірінші белгісі дегеніміз сол сақталған информацияның сипатына қарай фактографиялық және құжаттық болып бөлінеді. Фактографиялық және құжаттар болып бөлінеді. Жақсы, жаңа фактографиялықта қандай нелер жатады деді? Картотекалар, мысалы, картотекалар жатқызуға, сосын
телефонный книга жазуға болады да. Жақсы. Екінші белгісі не үшін қолданылады? Кім жауап береді екінші белгісі? Сізге ме сұрақ? Жауап береді. Екінші белгісі не үшін қолданылады? Ақпаратты сақтау әдісі бойынша деректер базасында орталықтанған және бөлтенген болып бөлінеді. Сол бағытта қолданылады. Орталықтанған және бөлтенген болып бөлінеді. Жақсы, бұл жерде орталықтанған қай жерде сақталады деді? Тек бір компьютерде сақталады. Ал бөлтенген желілер арқылы сақталынатын деректер базасын айтуға болады. Енді үшінші белгісі бойынша сізге мынандай Үшінші белгісі нешеге бөлуге болады. Үшінші белгісі ақпараттарды ұйымдастыру құрылымына байланысты деректер базасы редакциялық, иерархиялық және желілік болып бөлінеді. Деректер базасы білеміз екен, сонымен бөлінген мәліметтерді сақтайды. Ал енді осы деректер базасын біздер үшке бөлінді. Желілер бойынша, бірінші, екінші және үшінші желілері бойынша. Бірінші белгісі бойынша нелер жатады екен? Мысалға, картография. Бұл жерде нелер жатады? Картография болады. Телефонный книга және архив құжаттарын жатқызуға болады. Ал енді екінші белгісі бойынша Ақпаратты сақтау әдісі бойынша орталықтандырған және ақпарат сақтау бойынша орталықтандырған және бөлтенген болады. Бұл жерде орталықтанған дегеніміз, яғни бір компьютердің ішінде сақталған мәліметтер базасын айтады. Ал енді бөлтенген бұл деген, яғни желілер арқылы сақталған деректер базасын айтуға болады. Ал үшінші белгісін нешеге бөлдік? Жаңа үшке бөлдік, иерархиялық, делегациялық және желілер болып бөлдік. Жақсы. Бүгінгі сабақта не түйдіңіздер сонымен? Деректер базасы туралы. Деректер базасын жаздық. Жақсы, енді осы сіздерде алдағы уақытта өздеріңіз өмірлеріңізде болсын, мысалы алдағы уақытта маман иесі болып шығасыздар да, сол кезде сіздерге керек болады деп ойлайсыздар ма? Керек болады да, мәліметтер базасы. Мысалға, сіздер ертең мұғалім болып барсаңыздар, өзіңіздің сыныбыңыз болса да, акцесте сыныбыңыздың деректер базасын дайындап қойсаңыз болады. Любой время біреу сұрақ қойған жағдайда көрсетіп бере қоясыздар. Мысалға, біздер көбіне үйренгенбіз ғой, Word-та, Excel-де сақтап. Негізі деректер базасын сақтаудың ең негізгі нұсқасы осы Access программасы. Жақсы, енді бүгінгі сабақтан алған әсерлерін жазып кетіңіздер. Сіздерге неге жібердім, сілтемесін WhatsApp-тарыңызға жібердім. Рефлексия бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді жазып жібере қойыңыздар. Padlet платформасында. Padlet платформасында. Плюсті басып кіре қоясыздар. Плюс белгісін басып кіре қойыңыз. Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді жазыңыз. Не ұнады, не қажетті болды, алдағы уақытта не үйренгіңіз келеді. Астына аты жөніңізді жазып кетіңіз. Кім жазып қандай оқиды. Плюс басып кіре. Жақсы, жаза беріңіздер, данышықтарыңыз. Ары қарай енді бүгінгі сабағымды бағалап кетейін. Бүгінгі сабағымда өте жақсы қатысып отырған сабақта әсемге 5 қоям. Ары қарай Бекзатқа қоям 5-ті. Мына жерде Маринаға 4, Айшатқа жауап берді. Айшатқа 4 қоям. Ақтілек жарайсы өте жақсы жауап берді. Мына сұрақ қойылғанда 5 қойдым. Сосын бұл жерде Жансаяға 4 қойдым да, Нұрболатқа 4 қойдым. Жақсы, жарайсыздар. Енді сіздерге үйде тапсырма, осы тақырыпты оқып келесіздер. Және үйден акцесте өздеріңіздің осы топтың мәліметтер базасына тек 5 қойдым, оны толықтырып жасап келесіздер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.